сәлем құрметті білім алушылар. Бүгін біз математика пәнінен кезекті сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын сіздерге тамаша көңіл-күй сыйлаймын. Сонымен бүгінгі біздің тақырыбымыз цилиндр, конус, қиық конус. Сабағымыздың мақсатына тоқталып өтетін болсақ, айналу денелері цилиндр, конус, қиық конус ұғымдарымен танысу, олардың негізгі элементтерін білу, айналу денелерінің бүйір бетінің және толық бетінің аудандарын табу формуласымен таныса отырып, есеп шығаруда тиімді қолдана алуды үйрену. Алдымен біз айналу денелер деген ұғыммен танысып алсақ. Практикада бізге фигураларды жазықтықта бұруға қарағанда кеңістікте өз-өзінен айналдыру жиі кездестіреді. Сіздер күнделікті өмірде денелердің өз-өзінен айналуын бақылап, оған куә болып жүрсіздер. Мысалы, соның бірі жерді алатын болсақ. Жер өз-өзін ғана айналып қоймай, сонымен қатар күнде де айналатыны сіздерге физика сабағынан таныс. Яғни, біз бір мезгілде екі қозғалысқа қатысамыз. Бір тәулік ішінде жермен бірге оның осін толық бір айналым жасасақ, бір жылда күнді толық айналу өтеміз. Сонымен айналу осьтері әсіресе дөңгелек фигураларда, яғни цилиндрде, конуста, қиық конуста және сфера мен шарда болады. Сондықтан оларды айналу денелері деп атайды. Енді біз осы аталған фигуралардың әрқайсына жеке тоқталып өтейік. Яғни бірінші конус. Яғни тік бұрышты, үш бұрышты катетінен толығымен 360 градуста айналдыратын болсақ, бізде конус фигурасы пайда болады. Сонымен қатар конусты тағы бір жолмен алуымызға болады. Мысалы, бізге жазықтықтан бір кез келген бір шеңбер берілсін. Осы шеңберде жатпайтын бір S нүктесі арқылы біз шеңбердің әрбір нүктесін қосатын болсақ, көріп отырғандарыңыздай бізде конус пайда болды. Яғни біз конусты екі түрлі жолмен алуымызға болады екен. Енді осы аталған фигураның элементтерін тоқталып өтетін болсақ, яғни конустың элементтері ол ең бірінші төбесінен басталады. Төбесі S деп белгілеп алсақ, және бұл төбесін кез келген шеңбердің бойында жатқан бір кез келген нүктелермен қосатын болсақ, бізде жасаушы пайда болады. Сонымен қатар конустың төбесін шеңбердің центрімен қосатын болсақ, бізде конустың биіктігі пайда болады. Жаңағы жатқан шеңберіміз табаны болып табылады. Табанында шеңбер жатқандықтан конустың радиусы болады, сонымен қатар диаметрі болады. Және де конустың жоғарғы бөлігін ол біз бүйір беті деп атаймыз. Жақсы, бұл бізде элементтеріне қатысты мәліметтер. Енді ауданын табу формулаларына тоқталсақ. Конустың бүйір бетінің ауданын табу үшін бізге конустың биік радиусы керек, сонымен қатар жасаушысы керек. Яғни осы екі элементті көбейтіп, сонымен қатар пиге көбейтеміз. Келесі конустың толық бетінің ауданын табу үшін осы берілген конустың бүйір бетінің ауданына табанда жатқан шеңбердің ауданын қосамыз. Сонда біз конустың толық бетінің ауданының формуласын аламыз. Келесі фигура бізде ол қиық конус болып табылады. Қиық конусты да біз екі жолмен алуымызға болады. Біріншісі, мысалы, біз тік бұрышты трапецияны алып, оның катетінен бір бұрышынан алып айналдыратын болсақ, бізде қиық конус пайда болады. Яғни анықтама айтып өтетін болсақ, тік бұрышты трапецияны H катеті арқылы айналдырсақ, қиық конус шығады. Сонымен қатар екінші бір әдісі, егер бізге толық конус берілсе, оны табанында жатқан шеңберге қарама-қарсы параллель бағытта жазықтықпен қиып өтетін болсақ, онда бізде конустың төменгі бөлігі қиық конус пайда болады. Сонымен қатар
қиық конустың ауданын табу формуласы келесідей. Яғни бұның да бүйір беті болады, сонымен қатар толық бетінің ауданын табу формулалары болады. Бүйір бетінің ауданын табу үшін пиді бөлеміз кіші r қосылған үлкен r-ға. Яғни кіші r үлкен r дегеніміз жоғарғы табаны, төменгі табаны. Яғни әр табанның радиустары болып табылады. Келесі толық бетінің ауданын табу үшін осы бүйір бетіне табанында екі табаны болғандықтан, жоғарғы және төменгі табаны болғандықтан, әр қайсының аудандарын қосамыз. Сонда толық бетінің ауданы пи бөлінген r плюс r қосылған пи r квадрат қосылған пи r квадрат. Келесі элементтеріне қарастыратын болсақ, қиық конустың элементтері, бұның, яғни жаңа айтып өттік, екі табаны болады, жоғарғы және төменгі табаны. Бұның да биіктігі болады, жасаушылары болады, радиусы болады, сонымен қатар диаметрі болады. Келесі бізде цилиндр. Цилиндр деген қандай фигураны айтамыз? Цилиндр деп тік бұрышты, оның қабырғасының бірінен толығымен 360 градусты айналдырып өтетін болсақ, біз цилиндр фигурасын аламыз. Цилиндр фигурасының элементтеріне тоқталып өтсек, яғни оның элементтері цилиндрдің яғни айналу осі бар, сонымен қатар бұның да жасаушылар болады, яғни екі табанның қосатын нүктелері бізде жасаушыны береді. Табандары болады, жоғарғы және төменгі. Сол табанда жатқан центрларды қоссақ бізде биіктігі пайда болады. Табанында шеңбер жатқандықтан оның да радиусы болады, диаметрі болады. Яғни бұл бізде цилиндрға қатысты элементтер болды. Келесі цилиндрдің ауданын табу формулаларына тоқталсақ. Цилиндрдің ауданын табу формуласы бұлда екі бөліктен тұрады: бүйір бетінің ауданын табу және толық бетінің ауданын табу. Бүйір бетінің ауданын табу үшін біз екі еселенген пиді көбейтеміз r-ға, көбейтеміз h-ға, яғни радиус пен биіктікке көбейтеміз. Ал толық бетінің ауданын алу үшін осы бүйір бетіне табандарында жатқан екі шеңбердің аудандарын қосамыз. Яғни сол кезде біз цилиндрдің толық бетінің ауданын аламыз. Жақсы. Біз енді цилиндрдің конустың, қиық конустың аудандарын табу формулаларымен таныстық, сонымен қатар элементтермен де таныстық. Енді аталған фигураларды біз күнделікті өмірде кездестіреміз. Мысалы, қарасаңыздар, біз құрылыста кездестіреді екенбіз. Көріп отырғандарыңыздай, мұнарадан біз конусты көріп тұрмыз. Келесі ғимараттан біз қиық конусты көріп тұрмыз. Ал мына мұнаралар бізде цилиндрға ұқсайды екен. Сонымен қатар күнделікті тұрмыста да біз цилиндрді көреміз, конусты көреміз. Яғни біз қоршаған ортаның барлығынан аталған фигуралардың барлығын көруімізге болады екен. Сонымен қатар біз бұл аталған фигураларымызды ұлттық киімдерінің іздегенде байқауға болады екен. Қарап отырсақ, біздің сәукелеміз конусқа келеді, тақиямыз цилиндрға келеді. Ал ұлдардың тақиясын алып қарайтын болсақ, төменгі бөлігі цилиндр, жоғарғы бөлігі конусқа келеді екен. Яғни біз геометрия элементтерін күнделікті өмірден көруімізге болатынын тағы да бір дәлелдедік. Жақсы. Енді осы өтілген тақырыпқа қатысты біз мысалдар қарастырып өтейік. Мысалы, бізге конустың биіктігі 15 см, табанының радиусы 8 см, конустың жасаушысын және бүйір бетінің ауданын табыңдар деген есеп берілетін болса, біз оны қалай шығарамыз? Яғни ең бірінші біз есепті оқып талдап аламыз, берілген жазып аламыз, сонымен қатар міндетті түрде сызбасын орындаймыз. Яғни бізге сызба не үшін керек? Есептің шығару жолын табуға көмектеседі. Біз сызбаны сызу арқылы қандай формуланы қолданатынымызды көруімізге болады. Мысалы, біз міне қараңыздар, h-ты жүргіздік, радиусын жүргіздік. Бізге L жасаушысын табу керек деп тұр. Қарап тұрсақ, бізде не пайда болды? Тік бұрышты үш бұрыш пайда болды. Тік бұрышты үш бұрышқа қатысты біз үнемі
Пифагор теоремасын қолданатынбыз. Пифагор теоремасы қалай айтылушы еді? Катеттарының квадраттарының қосындысы гипотенузаның квадратына тең деген. Енді осы Пифагор теоремасын қолдана отырып есебімізді шығарайық. Яғни r-дің квадратына қосамыз h-дің квадраты. Яғни 15-дің квадраты қосылған 8-дің квадраты. Екеуінің қосындысын түбірге аламыз. Түбірден екеуінің қосындысын шығаратын болсақ 17 сантиметрге тең. Яғни біз бұл жерде ізделінді жасаушыны таптық. Енді бізге екінші шарты цилиндр конустың бүйір бетінің ауданын табу. Яғни бүйір бетінің ауданын табу формуласы бізде PRL-ға тең. Яғни бізде R да белгілі, L да белгілі. Формулаға әкеліп салатын болсақ, π көбейтілген 17 көбейтілген 8 ол 136 π сантиметр квадратқа тең. Яғни берілген конустың бүйір бетінің ауданын таптық. Ең соңында міндетті түрде жауабын жазамыз. Яғни ізделінді жасаушымыз 17 сантиметрге тең болды, ауданымыз 136 π сантиметр квадратқа тең болды. Келесі тағы бір мысал қарастырып өтетін болсақ, конустың жасаушысы 5 см, табанның радиусы 4 см, толық бетінің ауданын табыңдар дейді. Яғни бұнда да міндетті түрде бірінші сызбасын сызып аламыз, есепті талдап аламыз, жазып аламыз. Сонымен қатар бізге керекті негізгі формуланы аламыз. Яғни толық бетінің ауданы бағана айтып өттік, бүйір бетінің ауданына табанның ауданын қосуымыз керек. Сонда біз толық бетін ауданын табамыз. Енді бізге қарап отырсақ, барлық жаңағы формуладағы элементтер берілген. R да берілген, L да берілген. Яғни орнына әкеп қойып мәнін есептейміз. Сонда бізде конустың толық бетінің ауданы 36 π сантиметр квадратқа тең екен. Жақсы. Яғни біз формулаларды осылай қолданатын боламыз. Осы тақырыпқа қатысты басқа да мәліметтермен толығырақ танысу үшін берілген сілтемелер бойынша өтіп, өздеріңізге қажетті мәліметтер қорын жинақтап алуларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.